Түркістанда аптап ыстық шаһарда сынап бағаны 40 градустан асып, тұрғындардың үйреншікті тіршілік ырғағын өзгертті. Қаладағы қазіргі ахуалды тілшіміз баяндайды. Қазір термометр тілі плюс 40 градусты көрсетіп тұр. Ал мына асфальттың қызуы тіпті одан да жоғары. Түркістанның аптап ыстығында 5 минут ашық аспан астында тұрудың өзі үлкен сынақ. Алайда қала тұрғындары бұл ауа райына бой үйреткендей. Оларға аптап ыстық қалай әсер етіп жатыр, бірге сұрап білейік. Күннің қызуы әсіресе тал түсте шарықтау шегіне жетеді. Көшеге шыққан жұрт қолшатыр мен бас киімсіз жүре алмайтын күйге жетті. Аптаптан бас сауғалаған халық тек көлеңкелі жерлерді жағалап жүр. Ал кейбір тұрғындар маңызды шаруаларын тек таңертең ерте немесе кешкі салқынға қалдыруға көшкен. Жалпы Түркістанның ауа райы өзіме ұнайды. Ең біріншіден Түркістан шырайлы қала, жылы қала. Бұл жерге енді жазы ыстық деп жатамыз, десе де қысы жанға жайлы сондай бір. Ал жалпы жазғы ыстық енді бұл уақытша дүние, бір ай, екі айдың көлемінде өтіп кетеді. Сол себепті Түркістанның ауа райы маған ұнайды. Оның үстіне қазір біраздан бері Түркістан көгалданып, жап-жасыл болып, ылғал көбейіп, жаңбыр көбейіп, одан сайын күшті болып келе жатыр. Түркістан ауа райы қатты ұнап жатқан жоқ, әсіресе түскі уақытта күннің қатты ыстығы көбейіп жатыр. Біз жаз уақытында үйірмелерге келгенде қатты ыстықтап жатыр, кондерде кейде өшіп қалып жатыр. Мен негізі өзім Түркістанның тұрғылықты тұрғынымын. Өзіме бұл жердің ауа райы ұнайды. Өзім туып өскен жерім. Бірақ қазіргі уақытта биыл қатты ыстық, ерекше ыстық болып тұр. Салқын су мен көлеңке қазір түркістандықтардың басты қорғанышы. Тұрғындар аптап ыстыққа бой үйретіп, денсаулықты сақтаудың түрлі амалдарын жасап бақуда. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, көне шаһардың күнделікті тыныс тіршілігі өз арнасымен жалғасып жатыр. Адина Шама, Өмірхан Исмаил, 7-7 News.